Қошым, бұл есепте бізге 3 жиын берілген. А жиыны мұқият қарайық. 3, 4, 5 осай бір-бірден артып отырады. 6, 7, 8 сөйтіп 45-ке дейінгі сандар. Б ше 3, 6, 9, 12 3-ке бөлінетін сандар екен. С 6, 12, 18 сөйтіп 48-ге дейін ғана 6-ға бөлінетін сандар. Ал мына Б жиыны бізде шексіз кете береді деген сөз. Жақсы ма мынау? 3-ке бөлінетін сандар шексіз кете береді деген сөз. Енді мынау нені білдіреді? А жиыны Б жиынының ішінде жатыр деген сөз. Тексеріп көрейік. Дұрыс па, қате ме? А жиыны қайда бізде? 3, 4, 5. Яғни А жиынындағы бүкіл элемент Б жиынында да бар деген сөз. Сол рас па? Мысалы 4-ті қарасақ, мына жақта 4 жоқ. Сондықтан бұл рас емес. Мына А қате болады. Келесі. Б жиыны С жиынының ішінде жатыр ма? Тексерейік. Б жиыны шексіз мынау. Шексіз кете береді. Ал мына жерде С жиыны шектеулі. Сондықтан ол мүмкін емес, Мынау да қате болады. Мысалы, ең бір үлкен санды ала салам, 3-ке бөлінетін. Мысалы, 999. Ол мынаның ішінде жоқ, С-ның ішінде. Сондықтан Б қате болады. С А-ның ішінде жатыр дейді. С-дан кез келген бір элемент алса, 48 мысалы. Мына А-ның ішінде жоқ ол. Сондықтан С А-ның ішінде жатпайды. Ал С Б-ның ішінде жатыр дейді. Көрейік. С-ның әрбір элементі Б-да жату керек. 6 бар. Келесі 12 бар. 3-ке бөлінсе ол 6-ға да бөлінеді деген сөз. Сондықтан мына жердегі бүкіл элементтер барлығы 3-ке бөлінеді ғой. Сондықтан ол Б-ның да ішінде жатыр деген сөз. Жақсы ма? Сондықтан жауабы Д жауабы болады.